осы Сиган серендасы бойынша көптеген мақалалар жазылды, кейбір бір әңгімелер айтылды. Осы программада бір жақсылап бір сол Сиган серендасы жөнінде қайтадан бір айтып берсеңіз көрермендерге. Әділхан деген бауырымыз, мен Жетісайда өзім оқығам ғой жас кезінде. Сондықтан інімнің келгеніне Жетісайдан сәлем алып келгеніне қуанып отырмын. Бір жақсы сұрақ қойып отыр. Өте жақсы сұрақ. Мына тағы бір өзің сияқты бір сұрақ түскен екен. Мен соны қосарлай кетейін. Бұлай дейді: махаббат құдіретінен туған Шәмші ағамыздың Сыған серендасын естісе де, естіге де, поэмаға да қимай, драмалық шығарма етіп жаздыңыз. Бүгінде үздік қойылымдардың қатарындағы Сыған серендасында 2 драмалық желі бар. Неліктен дейді. Міне көрдіңіз бе? Мұна біліп сұрақ қойып отыр ғой. Ана бірнеше рет көрген болуым керек Сыған серендасын. Өйткені бәріңіз де көрген шығарсыз деп есептеймін. Өйткені мына Қара шаңырақта Құдайға шүкір қазір 5 жылдан асып 6 жылдай осы қойылып жатқан жағдай бар Қара шаңырақта. 8 жыл дейді Есімхан. Міне енді осыған байланысты жаңа неге 2 желі бар дейді. Демек, бұны Сыған сен тек қана көріп қоймай, тамашалап қоймай, ол өзінше ой түйген, өзінше пікірі бар адам жіберіп отыр осы шынымен. Бұнда 2 линия бар. Изольда линиясы және сағыныш линиясы. Егер мен тек қана Шәмші ағамызды жаңағы Сығандардың табырына жіберіп, оны үйлендіріп, әйтпесе үйлендірмей әнмен осымен аяқтасам, жұрт айтпай ма? Сыншы ғой жұрт деген. Шәмші ағамыз қалай Сығандардың соңынан жіберіп сразу барып дейді. Сондықтан мен саналы түрде мына сағыныш линиясын қостым. Онда тағы да айтайын деп отқаным, Шәмші ағамыздың, мына өздеріңіз білесіздер, Дүнган қыз деген бар ғой, Таразды жағалап жүрген кезінде осы тек қана Дүнган қызына ғашық болмаған, сол жерде бір қазақтың жаңа Қараторы қызы келіншегіне ғашық болған. Оның аты азыр ұмытып отырмын, ана сағынышым менің деген содан туған. Бағдат айтатын сенің сағынышым менің бар ғой, сол Таразды келіншекке арналған. Керемет ғашық болған. Мен ол жайында қазір бір эссе жазып жатырмын, Құдай қаласа. Соны Құдай қаласа бір газетке берген кезде көресіздер оның сырын. Сонда ол сағыныш менің деген ән бар ғой, ананың қыздың келіншектің атын айтпаған. Сағыныш мен сол келіншекке арналған ән. Бірақ сол жаңағы сағыныштың ішінде менің де тағдырым бар ішінде. Менің де тағдырым бар. Оның шығармашылық адамы, анау әрбір шығарма жазған сайын өзінің қанымен, жанымен жазылса, соның үшін өзіңді тағдырын қосып отырады кейде. Сағыныш линиясында менің тағдырым бар. Жаңа айттым, сағыныш сазы бар ғой, сол неде жүр, сағыныш линиясында жүр. Сондықтан да бұл тек қана Шәмші ғана емес, одан мен де бармын. Айлаға жаңағы өзіңіз айтып отырған Сыған серенадасы шынымен де біздің Қара шаңырақтың бір бетіне айналған десек те болады, бір бағына келген спектакль, оны қойған Есімхан аға Убаев. Мен сол спектакльде Шәмшінің ғашығы Изольданы ойнау бақытына ие болған бақытты актрисамын. Айлаға, сіздің әр әніңіз халықтың жүрегіне жетіп жатады. Әр әніңіз қазіргі тілмен айтқанда хит болып жататыны секілді. Жаңағы сіздің драматургияңызды аз жазсаңыз да, ауылдан келген ару, Сыған серенадасы халықтың жүрегінен орын алады. Сондықтан да сіз жаңа айтып жатсыз, бұған барудың онша керегі жоқ ау деп. Әлі де жаза беріңіз.
Мен сізге әлі де тың шығармашылық табыс тілеймін. Мені жалпы актриса Шынарды Шәмшінің әлеміне жақындастырғаныңыз үшін, сіздің тазалығыңыз үшін, бөлектігіңіз үшін, сізге Сыған Серенадасы үшін рахметімді айтамын. Аман жүріңіз.